Келін болғаныма биыл 5 жыл. Осы уақытқа дейін не көрмедім. Неше түрлі сөзді де естідім, таяқты да жедім. Ұят болады деген сөз санама қатты бекітілген. Ажырассаң қара бет боласың, одан да осы күнге шүкір ет деген сөздерді әрдайым еститінмін. Мен мәңгүрт адамдай күй кештім. Есімім Самал. Жасым 25-те. Жастай тұрмысқа шықтым. Махаббатпен сүйіп қосылған адал жарым еді. Тек қиялмен тұрмысқа шыққан мен тұрмыстық өмірдің қандай болатынын білмедім. Сәкенмен танысқан кезден бастап бір-бірімізді өмірлік жұп екенімізді бірден сезгендей едік. Екеуміз кішігірім дәмханада таныстық. Мен официант болып жұмыс жасадым. Сәкен болса жанымыздағы офисте қызметкер еді. Күнделікті түскі асқа келіп кетіп, жүріп бір-бірімізбен табысып кеттік. Күнделікті келуші болғасын бірден танып алған едім. Бірде жұмыс уақыты аяқталып қалды. Сәкен келіп тұр. Сұлу қыз, қолың бос болса серуендеп қайтсақ деді. Басында тосыңқырап, не дерімді білмей тұрдым. Іштей ұнатып жүрген өзімде уақыт жұмсамай келістім. Сәкен өзі алғашқы қадамды жасады. Бірінші рет кездесуге шақырды. Саябаққа бірге қыдырып, жақыннан танысып, бір-бірімізді, қыр-сырымызды бөлісіп, арқа-жарқа болып қайттық. Менің әке-шешем жоқ еді. Ағам мен жеңгемнің қолында өстім. Ағам болғанда да, әкемнің інісінің қолында, ата-анам жол апатынан қаза болған және 2 туған ағам болып еді. Бәрі бірге мені тастап о дүниеге кетті. Әкемнің ескі көлігімен ауылдан орталығына күнде барып жүрген адамдар. Сабақ басталарда киім алуға шыққан екен. Мен ол кезде 3 жастағы бүлдіршінмін. Сол күні ішім жиі өткесін, анам әжеме тастап кеткен екен. Солай мен жетім атандым. Ағам мен жеңгем өз қыздарындай өсірді. Жеңгемнің қызы жоқ еді, жалғыз ұлы бар. Сондықтан мені қызындай көріп, бар жағдайымды жасады. Десе де, масыл болғым келмей, студент кезінде дәмханада официант болып жұмыс жасап жүрмін. Жұмыс жасама деп ағам сөйлеген. Бірақ жеңгемді көндіріп, сенімді адамдар арқылы официант болып жұмысқа тұрдым. Жалғыз ұлдары басқа қалада оқып жүр. Мен оқуымда ақылы сырттай оқимын. Грантқа түсе алмай барып, оқитын оқудың көбіне адам толық болды. Сол үшін ақылы сырттай оқуды оқып жаттым. Сәкен отбасында 4 ағайынды. Өзі ортаншысы. Оның отбасына қатты қызықтым. Сенің бауырларың көп, қандай керемет дедім. Өз ағаларымнан жастай айырылғандықтан ба, ағасы бар қыздарға қатты қызығатын едім. Ол аса бауырларын жақтыра бермейтінін айтып қалды. Бәсекелестік көп дейді. Бөліп жарып отырады деп бауырларына аздап ренішін білдірді. Ата-анасы бөліп жармайды ғой. Тек бауырлар арасында өзара бәсекелестік бар көрінеді. Үлкен әпкесі өте қатал мінезді, адуынды. Тұрмысқа шыққан, ажырасып келген, мінезімен сыйыспай, енесіне сөз қайтарып, ақыр соңы таяқ жеген көрінеді. Сәкенге жаным ашып кетті. Бауырлар болып, бірге күліп, ас ішкен кезімізді ұмытып қалғандаймын. Шаршадым деп, мұңайып басын төмен қойып, отыра кетті. Оны барынша сөзге тартып жұбатумен болдым. Маған жан сырын ақтарғанға қатты қуандым. Екеуміздің осы кездесуден кейін телефонмен сөйлесуіміз көбейіп кетті. Бір күн сөйлеспесек тұра алмайтындай халге жеттік. Дәмханада көрісіп тұрсақ та ол аздық етті. Екеуміз 6 айдай қыз бен жігіт болып жүрдік. Достары бәрі жиналатын болып, мені өзімен бірге алып баруға дайындал деді. Аздап қобалжып тұрдым. Өйткені бірге бірінші рет достарымен жолығуға барайын деп жатырмыз. Әдеміленіп дайындалып болған соң, мені үй жағымнан алып кетті. Ішімнен қатты қобалжып отырмын. Сәкен болса, өте сұлу болып тұрсың ботам. Біз үшін бүгін ерекше күн деп жұмбақтап сөйлеп жатыр. Оны естігенмен мүлде әбігерге түсіп кеттім. Әдемі мейрамхана екен. Алдымыздан достары күтіп алды. Жігітімді құттықтап жатыр. Түсінбедім неге екенін.
Ішке кірсек, бірақ жақын достары жиналған екен. Ортада жүрекше етіп майшаммен әрлеп қойыпты. Жігітім қолымнан ұстап, бірге сол жүректің ішіне кірдік. Біреу үлкен букет гүл берді. Қалтасынан сақинасын алып, өмірлік жары болуға ұсыныс жасады. Жылап жібердім. Мен үшін күтпеген жағдай болды. Я деген жауаптан кейін бәрі құтықта біраз отырып тамақтандық. Сонымен ары қарай мені алып қашты. Үйіме хабар берушілер барып, ағам батасын берді. Міне, 20 жасымда келіндік өмірім басталды. Сәкеннің әпкесін фотодан көргесін бірден таныдым. Жақтырмай қарағанын ақ ұқтым. Мен оған ұнамағанымды. Әрістен мін көретін қайнапке менің енемдей болды, ал енемнің менде артық жұмысы болмады. Қызым дегеннен артық сөзі жоқ жан еді. Қайнапке мұрысынан талай рет мені құтқарып қалады. Келінжан, әпкеңе мән берме, мінезі сондай оның, кемпірдің қызы ғой деп ол жұмбақтатқандай болды. Атам екеуі мені қорғаудан шаршамады. Күйеуім күнделікті жұмысқа барып жүрді. Оған артық сөз айтпайтын едім. Отбасы тыныштығын сақтап қалғым келді. Көзді ашқаннан жұмғанша ұрыспен өмірім өтіп жатты. Иә, өте қиын болды. Ешкімнен артық сөз, жаман сөз естімегенмен маған оны қабылдау жаман болды. Іштей тынып, жылап ешкімге білдірмеуге тырысып жүре бердім. Ата-енем тойға кеткенде қайынәпкем жетімек, арсыз, жезөкше, сен сияқты тряпкалар официант болып еркектің басын айландырып алады. Сен де сасыған көтіңмен інімді өзіңе қаратып алғаныңды мен білмейді деймісің деп әбден арыма тиіп бітті. Білмеймін, қайтып тисем де, не істесем де, не шаруасы бар екен. Неше түрлі сөз еститін менің жүйкем қатты шаршады. Алғаш рет күйеуіммен сөзге келіп қалдық. Сондағы болмайтын заттан туындаған ұрыс соңы ұрумен бітті. Қатты заланып, жылап, іштегі барлық сырымды жайып салдым. Әпкесінің күн сайын күн бермейтінін, жазықсыз жала жабатынын бәрін ашып айттым. Өйткені шыдау мүмкін емес. Күйеуім мені құшақтап сабырға шақырды. Мені түсінгеніне қатты қуандым. Алайда сол ұрыстан кейін ішім қатты ауырды. Ауырғанына шыдай алмадым, есімді жоғалттым. Әзер дегенде көзімді аштым, жан жағым әппақ. Басымда аздап қорықтым, өлдім бе деп, сөйтсем ауруханада жатыр екенмін. Аяғым ауыр екенін сол кезде естідім. Бірақ қатты стресстен, соққыдан баланың жүрегі тоқтап қалғанын врач айтқанда, күйеуім өзін ұрғылап жылай берді. Өзін қатты кінәлі сезінді. Менен кешірім сұрап, енді қайталанбайтынын айтып, тоқтаусыз қолымнан сүйе берді. Оны аяп кеттім. Тіпті ұрғанын да ұмытып кеткенмін. Өйткені оны жанымдай сүйдім. Дәрігер науқаспен ем-дом біраз емделдік. Тағы да бала көтеру үшін маған ерекше дайындалу керек екенін, әрі стресс, ашу дегеннен аулақ болуды айтты. Үйге шыққаннан соң енем асты-үстіме түсіп жүрді, тек бір адамнан басқа. Күйеуім әпкесіне үйден кет деп ұрысқан екен. Сонда әпкесі, асылып өлемін, балаларымның жетім болуына сен кінәлі боласың деп шашын жайып, қойылым қойғанын естіп, таңданып қалдым. Күйеуім сол күннен бастап әпкесімен қатты ұрысты. Оны үйден кетуін өтініп, бет көріспестей қатты сөзге келді. Енем байқұс шырпыр болып, жылап еңіреп, ұрысты әйтеуір тоқтатты. Бірақ ештеңеден жұмысы жоқ. Қайнапкем мені кемсітуін, жекуін доғармады. Күннен күнге үдетпесе азайтпады. Тіпті біздің үйлену тойда да отказ жасапты. Болдырмау үшін неше түрлі айла қолданды. Күйеуімнің басқа бауырлары бөлек көшіп кеткеннен мен келін болғаннан бастап. Екі әпкесі, үшінші інісі бар еді. Екінші әпкесі тұрмыста анда-санда бір келетін еді. Қалған үш інісі, яғни үшем егіздері, басқа қалаға оқуға түскен, оларды тек жылына бір ғана көретінмін. Қазіргі үйде қалғаны үлкені. Бұл әпкесі кімге ұқсағаны, неге ондай кісі болғанын түсіне алар емеспін. Күйеуім барда жақсы қайынәпке, күйеуім жоқта нағыз жылан еді.
Оның ұрысқанын күйеуіме айтқанда маған сенбейтін еді. Өйткені қайдан сенсін, әпкесі ол барда періштеге айналса. Күйеуім маған сенуді қойды. Соңғы 3 жылда арамыз мүлде суып кетті. Ұрыстан көз ашпадық. Ендігі ұрыс бедеусің деп бетке баса берді. Алланың қалауымен аяғым ауырлады. Құдайдан сұрап алған балам болғасын ештеңкеге мән бермедім. Күйеуімде жүкті екенімді білген соң көзқарасы өзгерді. Енем, атам, қайынәпкемді маған жолатпауға тырысып жүрді. Жұмысы жоқ, тек шатып ішер қайынәпкеме мен тегүні қызметшісі әрі ойыншығы едім. Жүкті болғанымды естігеннен бастап одан бетер тиісуін көбейтті. Жерік асымды маған бермей өзі жеп қоя беретін. Жүктілігім 30 апта таяғанда мүмкін гормондар әсер болды ма? Мен алғаш рет әпкеме кері сөз қайтардым. Кері сөз естігенге шыдамаған әпкем мені қатты итеріп жіберді. Арттан күйеуім ас бөлмеге кіріп болған жайтқа куә болды. Менен қан кетті. Скорый мені больницаға апарды. Бала өте қиын жағдайда, босандырып аламыз деп кесір тілігін жасады. Мерзімінен ерте туылған ұлым арнайы аппаратта жатты. Кішкентай ғана баламды көріп жылай бердім. Күйеуім ол жайттан кейін әпкесін үйден қуды. Енем қайынәпкемді егіздер қайындарыма жіберді. Бас көз бол деп, баламның жағдайы өте қиын жағдайда еді. Врачтың диагнозы мені есінен тандырды. Балам шала туылғандықтан ауру бала болуы мүмкін. Анализдер жақсы емес. Барынша бекем бол, өзіңе қара, жылай бермеңіз, балаға сүт керек деп демеу беріп кетті. Күйеуім ұлын көріп, екеуміздің арамыз жақсара бастады. Араға қаншама ай салып белгілі салмаққа жеткенде бізді үйге қайтарды. Үйге әкелгендер ерекше күтіммен қарадым. Балам шүкір өсіп жатты, бірақ оның іс-әрекеті қалыпты балаға ұқсамайды. Алға ұмтылу жоқ, аяқ қолын іске әрекет еткізбейді. Тексере келе ДЦП деген диагноз қойды, яғни инвалид. Сол бір жауыз қайынәпкем баламды осындай жағдайға түсірді. Күйеуім диагнозын естіген бойдан бізден алыстай берді. Ұлына назар аудармай қойды. Жұмыстан кеш келетінді шығарды. Ерте келсе де телефоннан бас алмай тек жатумен болды. Баласы жыласа да мән бермеді. Бізді жоқ адам деп есептегендей. Қайынәпкем телефоннан тыныштық бермейтін еді. Тіпті күйеуіме таста ол қатынды. Ауру баласымен көзін құрт деп әбден миын улаған екен. Алыста жүрсе де тыныштық болмады. Күйеуіме емделу керек, баланың емін ертерек қолға алайық дегенде мен күтпеген сөзді айтты. Ажырасайық, бәрібір бізден түк шықпайды. Балаңның түрі мынау, сау бала туатын қатын керек, ауру баламен кет деп мені ұра жөнелді. Атам көптен бері үндемей жүреді. Бұл жолы үлкен таяқпен күйеуімді тоқтаусыз ұра берді. Бала емес, бәлелер өңшең. Қандай адамсыңдар, жауыздар. Сендер кімге ұқсап жауыз болғансыңдар деп солқылдап жылап жерге отыра кетті. Енем де қосылып, жылап күйеуімді отырғызып, егер баладан әйеліңнен бас тартсаң, онда бізден бас тартқан болып есептелесің. Бұл сенің қаның, соншама жыл күткен балаңды неге емдеуге әрекет жасамайсың? Келін, әдейі жасады деймісің? Ана санасыз қыздың кесірі емес пе отбасымыздың ойран болғаны? Әттең, өзіме өлтірер едім. Бірақ өз қаным, өз қолымды өзім шаппаймын ғой балам деп, атам іштегі жиналған сырымен бөлісті. Ол қыз менің ағамның туған қызы. Ағам қайтыс болғанда шақалақ бөпе еді. Әйелі бас тартып кеткен. Маған тапсырды. Мен оның аманатын орындауға міндеттімін. Мейлі қандай қыз болса да ағамның көзі. Сондықтан балам, мына ұлыңды емдеп, әлі аяққа тұрады. Келін, саған көп рахмет. Сенің орныңда басқа адам болғанда баяғыда жоқ болып кетер еді. Сенің шыдамыңа таң қалдым. Саған көп алғыс айтамын. Балам, таңдау жаса. Не біз, не кет деп орнынан тұрып бөлмеге кіріп кетті. Кешкі аста күйеуім, әке, мен сіздерді таңдаймын. Сіздерден артық менің жақыным жоқ. Ұлымды әлі аяққа тұрғызамын. Әлі-ақ бізде де бәрі жақсы болады. Самал, сен де мені кешір.
сені мүлде түсінуге тырыспағаным үшін. Ал әпкеме келер болсақ, Алла оған көрсетсін деп көзіне жас алды. Ұлын құшақтап, қолынан тастамай еміне дайындау керегін айтып, қуантып қойды. Алла бақытты бірден бермейді екен. Тек шыдамды адамға ғана соңында сый береді екен. Соған көзім жетті.